Мантыны енді осылай жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы ерекше және де оңай жасалынады. Манты түюге қиналатын қыздар осылай жасап көрсеңіздер болады. Електен өткізілген ұнға тұз, бір жұмыртқа, салқын су құйып, орташа тығыздықтағы қамырды елейміз. Дайын болған қамырды 15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырдың жарты бөлігін осылай кішкентай бөліктерге, ал қалғанынан үлкендеу 2 суала дайындап аламыз. Одан кейін жаңағы кішкентай бөлік қамырларымыздың барлығын бірдей жұқалықты жайып, ортасына салмасын саламыз, және де видеодағыдай ағаш таяқшаның көмегімен түйіп шығамыз. Манты піскеннен соң таяқшаны алып тастайсыздар. Салмасына кәдімгі тартылған ет, пияз, дәміне қарай қарапыш, тұз салып жақсылап араластырамыз. Мантымыздың екінші түрі жаңағы үлкендеу суаламызды жұқалап жайып дайындаймыз. Ортасына азғана ұн себуді ұмытпаңыздар, және де кәдімгі пақлаваның формасын шығарған секілді дәл видеодағыдай қамырымызды жасап дайындаймыз. Ортасына салмасын саламыз, және де видеода